Сәлем достар, сіздермен мен Әйгерім Мырзабек. Сіздермен бүгін үй жағдайында кесе самсаның рецептіменен бөлісетін боламын. Соңына дейін менімен бірге болып, каналыма тіркеліп, подписацияны басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Бізде бұл жерде өзбек халқының шығарған кесе самсасы, бізді қазақстандық хит самсалардың бірі. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте сулы, керемет болып шығады. Ең алдыменен ыдысымызға судың үстіне жарты ас қасық тұз және де 3 ас қасық сұйық май, ертілген сары май құйып, оның үстінен илештен өткізген ұнымызды салып, қамыр илеп аламыз. Қамырымызды жұмсақтау болып илейміз. Алдымен қасықтың көмегімен, одан кейін қолдың көмегімен жұмсақ қамыр илеп алатын боламыз. Содан соң илеп біраз уақытқа тұндырып қоямыз. Оған дейін біз салмасын дайындап алатын боламыз. Салмасына ет, менде бұл жерде жылқының еті, осылай ұсақтап турайсыздар, дәл видеодағыдай. Содан соң бір пиязымызды да майдалап турап алатын боламыз. Содан соң болгарскийімізді де турап аламыз. Мен бұл жерде қызыл болгарский таңдадым, әдемірек көріну үшін. Содан соң болгарский турап алғаннан кейін дәм беріп түсін өзгертетін қызыл помидорларымызды да турап алатын боламыз. Помидорларымызды да турап алып, қажетті приправа, дәмдеуіштер және тұзды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Толық рецепті описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерге өтіп көрсеңіздер болады. Барлығын салып алып, жақсылап араластырып аламыз. Мен бұл жерде дәм кірсін деп, кішкене зирадан да қосып жердім. Өз қалауларыңыз қоспасаңыздар да болады. Енді дайын болған қамырымызды 4 бөлікке бөліп аламыз. Теңдей 4 бөлікке бөліп алып, жұқа етіп жайып бастаймыз. Кішкене ұн сеуіп жеріп жайыңыздар, сонда жабыспайтын болады. Кесемізге салмаларымызды салып дайындап аламыз. Шаярдан алдын теңдей 4 бөлікке бөліп, жұқа етіп жайып аламыз қамырымызды. Дәл осылай жұп-жұқа етіп жайып, бетін осылай жауып шығатын боламыз. Жан жағын жақсылап жауып аламыз. Достар, менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыздар.
майды да салып жібереміз, кішкене бөліктерге бөліп. Сонда майдың дәмі кіріп, өте дәмді самса шығатын болады. Барлығын бетін жақсылап жауып аламыз. Жұмыртқаны жағып шығатын боламыз бетіне. Күнде сепсеңіздер де болады, әдемірек көріну үшін. Өте дәмді болды. Пісіп шықты. Пешімізде өте дәмді, керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ашқан кезінде бетінің иісін айтып сөзбен жеткізу мүмкін емес. Өте керемет, өте дәмді. Маған өте қатты ұнадым. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.